Бүгін халықаралық кітап және авторлық құқық күні. ЮНЕСКО шешімімен белгіленген мерекені 1995 жылдан бері әлем тойлап келеді. Өңіріміздегі сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада атаулы күнге орай бірнеше іс-шара өтті. Кітап күніне орай көрме жасақталды. Бір сөреге әйгілі ақын жазушылардың қолтаңбасы қойылған ескі кітаптар орналастырылса, келесі сөрені биыл басылған жаңа кітаптар толтырды. Сонымен қатар Book Crossing сөресіне де құнды еңбектер қойылды. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада 2019 жылдан бері Book Crossing ұйымдастырылып келеді. Яғни оқырмандар оқып болған өз кітабын Book Crossing сөресіне тастап, орнына өзге кітап алады. Жалпы бұл кітапханада айына 300-ге жуық оқырман айырбас жасайды. Мен де бүгін Дулат Исабековтың Гауһартас туындысын тастап, орнына Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы шығарманы алуды жөн көрдім. Атаулы күнге орай көркем сурет шеберлері кітап бет белгісі тақырыбында шеберлік сағатын өткізді. Бұған қоса, кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға ерекше үлес қосқан авторлардың есімі дәріптелді. Қазақ баласын оқуға құштар еткен жандардың бірі Бердібек Соқпақбаев. Оның "Менің атым" қожасы мен балалық шаққа саяхаты балалар арасында жоғары сұранысқа ие. Сондықтан кітап апталығындағы шаралардың бірі дәл осы Бердібек Соқпақбаевқа арналды. Шарада жастар Бердібек Соқпақбаевтың өміріне және шығармашылығына қатысты сауалын қойды. Тақырыпты тарқату үшін кездесуге Қазақстан жазушылар одағының мүшелері шақырылды. Меймандар балалар жазушысы болу әдебиеттегі ең күрделі істердің бірі екенін және Бердібек Соқпақбаев оқырман алдындағы міндетін мүлтіксіз орындағанын атап өтті. Балаларға жазудың қиын болатын себебі балалардың жас ерекшелігін, психологиясын, педагогиканың әдіс тәсілдерін ақында, жазушы да, қаламгер негізі зерттеп алу керек. "Менің атым" қожа, балалық шаққа саяхат, осының барлығы сол кездердегі, сол замандағы әрі тағдырдың соққысына тап болған, әрі бір жағынан ата-ананың, қоғамның, ортаның мейіріміне де қоса бөлене жүрген қазақ балаларының жиынтық ортақ образ деп айтуға болады. Шарада тек жазушы туралы айтылып қана қоймай, халықты кітапқа қызықтыру мәселесі де қозғалды, әсіресе балаларды. Авторлардың айтуынша, жас оқырманды қызықтыру үшін кітаптың мұқабасына көп мән беру керек, және мұны жазушылар жақсы біледі. Дегенмен әдемі мұқабаны әркімнің қалтасы көтере бермейді. Бала кітабының иллюстрациясы өте қымбатқа түседі. Қазақы өлең, қазақы әңгіме, қазақы ертегі, қазақ баласына беретін туындының иісі қазақша аңқып шығып тұру керек. Ол көзі көк, түсі басқа бала болмау керек. Ол балаға көзі мөлдіреп қара көзбен қара қазақ баласы, сары қазақ баласы қарап тұру керек оқырман балаға деп ойлаймын. Сондықтан осы жағынан бізде қазақ суретшілері, иллюстраторлар көбірек болса. Иллюстрация мәселесі өзекті. Бұрын кітаптың ішкі мазмұны қаншалық қызық болса да, сыртқы мұқабасы оқырманды тарта бермейтін. Дегенмен кейінгі жылдар бұл олқылық түзеліп келеді. Қазақ кітабысінде мұқабасы әдемі кітаптар шыға бастады. Бұл халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Кейінгісіне тоқталсақ, қаламгерлердің айтуынша Европа мемлекеттері әр өнер және әдебиет туындысын заңмен қорғайды. Өкінішке қарай біздің елде бұл бағыт ақсап тұр. Құқық жайы негізі қалай айтсам екен, біздің Қазақстанда керемет бір жоғарғы дәрежеде жолға қойылған ау деп өз басым көріп жүрген жоқпын енді. Беттерді ұрлау, солай менен тұтас ойды, бір тұжырымды ойларды, әсіресе ұтқыр ойларды ойлау, біреудің бір толық шығармасын ұрлау, ол енді өрескел қателік, ол кешірілмейтін күнә деп ойлаймын. Себебі ол әркімге берілген аманатты, әркімнің өзінің жазып шыққан шығармасы болу керек. Бұл күні кітап ісі және авторлық құқыққа қатысты өзекті мәселелер кеңінен талқыланды. Жастар жазушылар жайлы мол мағлұмат біліп, сөмкелерін кітапқа толтырып қайтты. Атаулы күн тек бүгін болғанымен іс-шаралар алдағы күндерде жалғасады. Ертең жазушы Жекен Жұмақановтың "Әлияның әні" повесі тақырыбында іште тарихи танымдық кеш өтеді. Сонымен қатар эпидемиолог Ишанбай Қарақұловтың 100 жылдығына орай үлкен шара өтеді. Және де 26 сәуір күні белгілі журналист, талантты ақын Жанар Нұрғалидың туғанына 50 жыл толуына орай еске алу кеші өтеді. Жалпы Сақтаған Бәйішев атындағы кітапханада 340 мыңға жуық кітап бар және 27 мың тұрақты оқырман тіркелген. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.